Сіз де бір шаршаттыңыз ғой, қайта-қайта. Немене, бала болып кеттіңіз бе? Деген Бану жорта ашуланып, баладай бұлтиып, мені нәзікте жып-жылы саусақтарымен ашуландырып алмайын дегендей, ептеп қана ұрланған болып, денесін көрпемен орап алды. Жаңа ғана тұнық сауыттай мейірім, қанғанша сусындап тояттаған мен сахардың шөлінен келгендей қайта қаталап шөліркеп сала бердім. Оның омырауына дейін ашық еді. Аршыған жұмыртқадай әппақ иықтар менменшіл сезімнің құмар құрттарын қайта оятып, құштарлық отын маздатты. Көрпенің бір шетін ашып, күйіп жанып жатқан қыздың ыстық құшағына сүңгіп, оны өзіме қарай тарттым. Ол орнынан тұрғанда қайраңдай балтырлары судан шоршып шыққан ақ сазандай жарқ ете қалды. Сұңғақта сүйкімді сұлу ақ торғын көйлегін киіп ваннаға өтті. Ауаға сіңіп қалған хош иіс бас айналдырды. Тоят түннің тал бесігінде қаншама тербелсем де, тұла бойында бір міні жоқ оның балғын денесін тағы көргім келді. Жуынып келген Бануға көзімнің сұғын тойдырып ұзақ қарадым. Кеудесі көріктей бір көтеріліп басылып жатқан ол әнтек жымиып сұңғақ саусақтарымен шашымды тарағыштай бастады. Басымда сүйкімді бір шымыр ойнап, көзімді еріксіз жұма беріп қайта аштым. Оның тоқ балтыры кімді де болса есінен тандырардай еді. Талықсып жатқан қыздың көздері соншалықты тұнық та тұңғиық. Осы тұңғиық тереңіне жұтылып бара жатқанымды сезіндім. Бану, әу, сен қандай сұлусың? Тіптен сөзім жетпейді. Ендіше, өзінің хас шебердің қолынан шыққандай мінсіз денесін білетін, әрі онысын жігіт алдында бұлдайда алатын қыз тәкаппар да паң болады емес пе? Ал кешелі бері махаббат шөліне бірге шомылып жатқан ол шолжаң баладай еркелей күлді. Бөлмеге мөлдір моншақтар шашылып түскендей, маңайымыз сәулеленіп сала берді. Біз ас бөлмесіне өттік. Шарап ішесіз бе? Аздап. Шай қойсам қайтеді? Қажет емес. Бәлкім кофе ішерсің? Мейлің. Мені екі бакалға қызыл қошқыл шарапты орталап құйып, бірін Банудың алдына қойдым. Не үшін ішеміз? Бақыт үшін. Бану мырс етіп күлді. Неге күлдің? Бақыт дегенге сенесіз бе? Сенемін. Ал мен сенбеймін. Неге? Ол ұзақ әңгіме. Қанша ұзақ болса да тыңдауға дайынмын. Біреудің талайлы тағдыры біреуге қызық болмайды. Сізді шалықтырып алмайым ба? Сенің әңгімеңді тыңдап, қасыңда осылай отыра беруге жалықпас едім. Ал ол жалықты. Оның кім? Сатқын. Сатқын несі? Сатқын болып туған соң, осы қыбыжық күйінде қалады да. Мен оның әппақ мәрмәрдай иығынан құшақтап, мойнынан сүйдім. Бану бакалдағы шарапты сарқып ішті. Қашаннан ішесің? Нені? Шарапты. Сатқынға жолыққалы ішіп келем. Оны жек көретін секілдісің. Иә, иттің етінен де жек көрем. Бұрын соңды көрмеген, білмеген, бақталасымды мен де іштей жек көре бастадым. Ішімді қызғаныштың қызыл иті тырмалады. Егер оны тап қазір кездестірсем, түтіп жеуге бармын. Бірақ ол көрінбейді, көрінбейтін деді. Бануды неге қызғандым? Әлде оны ұнатып қалдым ба? Бәлкім, жалт ете қалған ұшқыр сезім өткінші жаңбыр секілді селдетіп өтеді де шығады. Не дегенмен, бұл махаббаттан тысқары беймаза бір толқынды тербеліседі.
ішкі жан дүние толқынысымды қыздарға тән сезімталдықпен тап басып тани алған Бану мені өзіне тартып құшақтады. Менің буырқанған бура бұлқынысым бірте-бірте басылып, оның сұлу келбетіне тоймай тесіле қарадым. Сен оны соншалықты жек көрсең де ұмыта алмаған сияқтысың. Қайтесіз оны? Оны айтқанда даусыңда діріл пайда болады екен. Рас па? Рас. Сүйесің бе? Сіз не деп тұрсыз? Ол орнынан долдана тұрды. Сұлудың сұрланғаны соншалықты сүйкімсіз болар ма? Мұрны қушиып, көзінен от шашырады. Япырай, манадай хас сұлуды күресінге көзі қиып тастай салған қандай табанды тайғақ, жүрегі жоқ пенде еді. Тағдыр талқысына түскен тәкаппар қызды одан әрі қинағым келмеді. Тағы да құйыңызшы. Мас болып қалмайсың ба? Дедім мен оның сөзіне. Менің мас болғым келеді. Өмірдің өкініштері мен өңмеңдіктерін мас болып құтылу мүмкін емес. Оны кім білмейді. Ендеше неге ішесің? Ішкім келген соң ішемін. Бәлкім осы да жетер. Немене, шарабыңызды қимайсыз ба? Қызықсың, адам шарапты қимай ма екен? Бірақ жоқ, мен бір жұтым ғана ішемін. 2 бокалға шарапты тағы да орталай құйып шықтым. Бұл жолы тілек айтқым келмеді. Өйткені Бануға қай тілекте ұнамас еді. Тілек айтпайсыз ба? Мен аңғарып қалдым. Айтайын. Тағы да сол бақыт үшін бе? Жоқ, бұл жолы екеуміздің кездескеніміз үшін. Бұған енді ішуге болады. Бану жымың етіп күлді де бұл жолы саларапты сарқып ішті. Менің жатқым келеді. Балбырап тұрған қызды көтеріп алдым да төсекке қарай жүрдім. Оның жұпар иісі, бұрқыраған шаштары ерекше нәзік те сиқырлы сезіммен бетімді қытықтады. Банудың қызыл бүлдіргендей еріндеріне сүліктей қадалдым. Біз арада едәуір уақыт өткен соң асханаға қайта өттік. Сіз мені жақсы көресіз бе? Иә. Еркектер үнемі осылай өтірік айтады. Бәрі емес, түгелдей. Соның ішінде мен де барым ба? Барсыз. Дауласа алмадым. Аттың сыры есіне мәлім. Үндемей қалдыңыз ғой. Сенімен келісетін сияқтымын. Келіспей қайда барасың дегендей, ол өз шешімінің дұрыс шыққанына масаттанып сыңғырлай күлді. Сосын жеңісіне мәз болған жас баладай қуанып, мені сүйріктей сұлу саусақтарымен түртіп қойып, басын иығыма сүйеді. Жаңа бір әңгіме айтамын деп едің. Соның сізге керегі бар ма? Бар сияқты. Ендеше айтайын. Жек көріп кетесіз ғой. Сені жек көру мүмкін бе? Бануға теріс қарап аунап түсті. Иығының солқылдағанына, қолдарын көзіне жиі апарғанына қарап, оның жылап жатқанын білдім. Оны қалай жұбатудың ебін таппадым. Ол жұбанбастан ұзақ жылады. Енді оны осы жұбанбаған күйі орнынан тұрып, қоштаспастан кетіп қалатын шығар деп ойладым. Бірақ ол бері қарай аунап түсті де. Сізді ренжітіп алған жоқпын ба? Деп сұрады. Түрі ештеңе болмағандай жадыраңқы еді. Жоқ, дедім мен, аузыма басқа сөз түспей. Егер сіздің уақытыңызды босқа алмасам, жүрегіңізге қаяу түсірмесем, айтайын, әңгіме мұнамаса ескертерсіз. Жарайды. Көңіл құйынның қалай құбылғанын қыздың бетіне ойнап шыға келген жұқалтаң арай анық аңғартқандай еді. Ол ішкі толқыныстары мен жан тебіреністерін қанша жасырғысы келгенмен ойнамалы жүзі сыр шашып еді. Кешіріңіз, деді қыз өзінен өзі қымсынып. Оқасы жоқ. Ол неден бастасам екен дегендей еріндерін қымтырып біраз отырды. Енді оны қамшылағым келмеді. Бәрі де сол жоқшылықтың кесірі, деді ол.
Маған бір топ үйрек айдың көлден дүр етіп ұшқандай сезілді. Қызға тіктеп қарамадым. Оның өңі топсарып, еріндері құрғап бара жатқанын ішім сезді. Алан көлеңкеде оның дауысы құмығып шықты. Жоғары оқу орнына түскеніммен грант бұйырмады. Әке-шешемнің жиған тергені бірінші курста сарқылды. Енді не болар екен деп жүргенімде құрбыларым ақыл қосты. Содан 2-3 қыз мейрамханада даяршы болып жұмыс істей бастадық. Бірақ оның қаржысы ешқандай жыртығымызды жамай алмайтынын, болмашы ғана тиын тебен екенін бәріміз білдік. Шынын айтсам, әбден азып тозып кеттім. Бәріне қолды бірақ сілтеп, ауылға тартып кетейін десем, оқуымды, құрбыларымды қимадым. Сіз білесіз бе, мектепте оқып жүргенімде, шіркін, жоғары оқу орын оқып, білім алып, білікті маман болсам ғой деп армандайтынмын. Мақтанғаным емес, сабақты жақсы оқыдым. Университетте сабақты жақсы оқығандарды ақысыз курсқа көшіреді екен дегендерді бекершілік пе деп қалдым. Пәтерге, тамаққа жүгіріп, жүруімізге, тұруымызға, сейіл серуенге, универге көп теңге керек еді. Ауылдағы әке-шешемнің шама-шарқы белгілі. Бану осы жерге келгенде сөзін кілт тоқтатып, жүзіме барлай қарады. Менің бет жүзімнің құбылмалы құйтырқылық белгілерін таппадау шамасы, әңгімесін қайта жалғады. Сөйтіп, сансырап, сүйретіліп жүргенімде барлық бәлені Зағипа бастады. Бір кісімен таныстырамын, үлдемен бүлдеге орап қояды деді ол. Бастапқыда маған неге бұлай дейсіз деп ертоқымды бауырыма алып туладым. Оны суқаным сүймеді. Бірақ сұр жыландай шалынып, күндіз-түні құлағымның құрыш етін жей берді. Солай оның құрған торына жыланға арып алған торғайдай топ ете түстім. Зағипа ақыры мені дегеніне көндірді. Сол күні шағын мейрамханада Зағипа мені онымен таныстырды. Жасы келіп қалған кісі екен. Алайда сонысына қарамай маңғаз, өзінше тәкаппарланған біреу. Мінезі кіді, айтуынша байлыққа белшесінен батып қалған. Бақытыңа енді жолықтың деді Зағипа. Ол мені көргенде ұнатты, соны білдім. Тіпті өлердей ғашық болды десем, қателеспеймін. Аспандағы айдан басқасын әперемін деді. Жасыратын несі бар? Солай істеді де. Дегенде 2 бөлмелі пәтер жалдап берді. Бөлмелерді жаңа жиһазбен толтырды. Енді мені сабағыма, тамағыма, жүріс-тұрысыма теңгені қайдан аламын деп уайымдамайтындай болдым. Есесіне ол шектен тыс қызғаншақ еді. Автокөлік жүргізушісіне менің жүрген тұрғанымды аңдытып қойды. Ақымақ емеспін ғой, мен де аяғымды қия баспауға тырыстым. Бір жолы бұлай болды. Пәтеріме курстас құрбымды ертіп келе қалмаймын ба? Жалғыздан жалғыз, 3 құса болып өлуге айналғанмын. Қырсық шалғанда ол есікті қағып тұр. Құрбым менің мынадай жасырынбақ ойынымнан бейхабар еді. Мұндай қорланбаспын. Үйде бөтен жанның бар екенін біліп қатты ашуланды. Көкем келіп қалды деп құрбымды түн ішінде таксиге салып жібердім. Әрине, ол қандай көкемнің келе қалғанын біліп кетті. Содан бері пәтерге ешкімде бас сұққан емес. Бөлмеде не керектің барлығы бар. Дегенмен жалғыздық әбден шаршатып та біткен еді. Ол аптар алатып қонып кетеді. Кейде 2-3 күнге келеді. Мұндайда пәтерден шықпаймыз. Әр келгенде ол қалта телефонын өшіріп тастайтын. Несін айта берейін, универді бітіргенше бетіме ешкім жел болып тиген жоқ. Ештеңеден таршылық көрмедім. Есесіне ауылдағы әке-шешемнен, бауырларымнан, курстас құрбыларымнан бірте-бірте жырақтап бара жатқанымды анық сездім. Ол жазғы каникулда ауылға 1 аптаға ғана жіберуші еді. Менің табан астында өзгеріп шыға келгеніме ненің айтасың, барлығы да қайран қалды. Анам байғұс астарлап сыр тартушы еді. Күндіз оқып, түнде жұмыс істеп жүрмін деп құтылатымын. Анам менің түнде қандай жұмыс істеп жүргенімді қайдан білсін?
Ал әкемнің қарарға қотыр ешкісі жоқ. Анам ауыр күрсінді. Менің жүрегім парша-парша болып сөгілді. Алғашқыда осы жүрісіме қатты қысылатынмын. Сөйтсем, универдің қыз-қырқыны бір-бір көке тауып алған екен ғой. Ал бай бағландардың қыздары желігіп, түнгі клубтан шықпайды. Астарында қымбат көлік, ауыздарында қымбат арақ-шарап, қымбат темекі. Беттері жылтыраған, сөздері өктем болғанымен көбісінің аяғы сұйық. Оларды білген соң өзімді кінәлай да бермеймін. Тіпті еркінсіп, бойымды жеңілдеп бір сезім билейді. Алдымнан үміт шамы жанғандай еді. Бану ауыр күрсінді. Жанарынан жақұттай моншақтар төгіліп, ақша жүзінде төмен қарай сырғанақтап, құлдилаған бір жас пайда болды. Мен оның көз жасын сүрткенім жоқ. Ол да сүйріктей сұлу саусақтарымен ілбіп тамады. Іштегі шер мұң толқытса шығады. Оны жұбатқансып, көлгірсігім келмеді. Хас сұлудың жылағанының өзі қайталанбас ғажайып сурет секілді. Япыр-ай, жаратқан адамды да осылай мінсіз жаратады екен-ау. Жас кезімде ертегілерден перінің қызы дегенді оқушы едім. Көрген адам есінен танып қалады делініп суреттелетін. Дала кезіп, жынданып кетеді деседі. Мына қыз пері нәсілінен емес пе екен? Бану жылап емес, балқы беріп жатқандай көрінді маған. Шарап ішеміз бе? Деді ол басын көтеріп. Ішеміз. Ол жібектей толқынды шашын сілкіп тастап, басын кеудеме қойды. Өн бойымды ыстық леп шарпыды. Оңашада санамды тағы да оқшау тілек сансыратты. Кейін деді ол менің тағатсыз тілегімді әйелдерге тән түйсігімен сезініп. Ол маған қарап, күлімсіреді де ақ төркін көйлегін киіп алды. Мен маскүнеммін, деді ол шарап толы бокалды сығымдай ұстап отырып. Қайдағын айтпашы. Сіз білмейсіз ғой, пәтерімде ішімдіктің түр-түрі толып тұрды. Ол әсіресе вискиді көп әкелуші еді. Вискиді сен де ұнатасың ба? Жоға. Онда вискиді кіммен ішеді? Әлде достарын ертіп келуші ме еді? Жоқ, үйге достарын ертіп келмейтін. Сонда ол вискиді жалғыз өзі ғана ішеді ме? Иә. Сен ше? Мен алғаш жұмсақ сарап ішіп жүрдім. Үйрене келе арақтан да тартынбайтын болдым. Түсінікті. Ол айтқанын істетуші еді. Сабақ ше? Жайында қалды. Сонда курстан курсқа қалай өтіп жүрдің? Тәйірі, сол да сөз болып па? Теңге деген тәңірі бар, бүкіл сабақты шешетін шопақ емес пе? Дәуренін жүрген ақ екен. Бану бокалына шарапты қайтадан толтырып алды. Темекінің мен көрмеген ерекше түрін ерініне қыстырып, оттықты жарқ еткізіп тұтатты. Қою түтін сақина-сақина болып доғалдана өріліп, шеңбер жасап қалқи ұшты. Оның түтін шығарғанда еріндерін түртитіп алатында өзгеше жараса кетті. Темекі күлін күлзалғышқа балаң үйрек саусағымен шертіп түсірген ол әңгімесін бұл жолы сұратпай-ақ бастады. Биыл қолыма көптен армандаған диплом тиді. Бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Қатырлағыңды қолыңа алған күні мен сені қалаған қызметіңе орналастырамын. Одан әрі қызмет сатысымен биіктей бересің деген қамқоршым қысқа күнде қырық құбылып нілдей бұзылды. Сөйтсем оның өмірінде тағы да бір сұлу пайда болыпты. Дипломыңды алдың, мен қарызымнан құтылдым деп пәтерден қуып шықты. 4 жыл бойы жолына қарайлап, оны пірім деп санап келдім емес пе? Мына қылығы мені түңілдіріп жіберді. Өзімді ішіндегі шырынын сорып алып, қоқысқа тастай салған қыбықтай сезіндім. Сөйтіп бір-ақ күнде жетім лақтай маңырап далада қалдым, деген Бану бокалға қолын қайта созды. Ауыр күрсінді, аузынан жалын атқылады.
жайнақы жанары жұмылып, тұңғиық бір тереңге жұтылып бара жатты. Денем тоңазды. Кеше бұрынғы пәтеріме бардым. Ана немесін көргім келді. Пәлендей асып бара жатқан сұлулығы жоқ. Тәмпіш санау, ауыл байыски аңқау қыз. Ендігі қыз емес қой. Мысқылдай күлді. Сіз кімсіз дейді? Елжірейіп. Оның қарсылағына қарамай бөлмелерді түгел аралап шықтым. Анау жиһаздарды жаңалапты. Бір қатар киім кешегім, кітаптарым қалып еді. Көрінбеді. Сірә оларды да қоқысқа тастай салған-ау. Басынып барлық бөлмені аралап жүрген бәлекеттен қорқайын дедім екен. Пәтердің жаңа қожайыны қамқоршысына қоңырау шалды. Тап осы кезде аңдып тұрғандай екі алпамсадай жігіт әлектей жалаңдап кіріп келді. Олар ай-шайға қарамастан қолтығымнан сүйрелеп далаға ала жөнелді. Бұдан былай осы үйдің маңайынан көрсек, әке-шешең сүйегіңді таппай қалады, деді олар, қабақтарынан қар жауып. Бұл екеуі оның шабарманы екенін жақсы білдім. Мұндай қорланбаспын. Өлгім келді. Ақыл есімнен адасып, жынды көбелектей қалбаңдап келе жатқанымда сізге сессіңіз, деді Бану. Немене? Жаман болды ма? Бір ғана түндік жалдамалы пәтерде несіне кісімсейсіз? Ол сияқты дүние байлағыңыз болса, қырып жібереді екенсіз ғой дегенді Банудың жүзінен оқығандаймын. Жігіттік намысым атойлап бас көтерді. Алайда Банудың алған бетінен қайтпайтынын біліп қалған едім. Шамалы шамдандырсам, есікті тарс жауып шығып кететініне кім кепіл емес. Сондықтан үндемеген үйдей бәледен құтылады дегенге ұйыдым. Тағы да құяйын ба? Аздап. Енді не істемек ойың бар? Ол қарсы сұрақ қойды. Сіздің жұмысқа орналасу керек. Дүниеде ақыл айтқаннан оңай не бар? Сіз маған жұмыс тауып бере аласыз ба? Қарастырып, дүниеде шарасыздықтан өткен қасірет бар ма? Қыл аяғы осындай ұрымтал жерде бір қайрат жасай алмаған соң жігіт болар деп жер басып жүргеніміз кімге керек? Ол менің дәрменсіздігіме мысқылдап қарап тұрды. Жанымда отырып ақ жырақтап бара жатқан Бану көз алдымда көк кептерге айналып әнеміне пыр етіп ұшып кететіндей. Қолыма өзгелік қонған бақ құсымды үркітіп алмау үшін неге де болса дайын едім. Ауа жетпей қалған адамдай жан-жағымды қарманып, шатқаяқтап құлап кете жаздадым. Тайқы тағдыр-ай десеңші, біреуді зор, біреуді қор етіп қояды. Қызмет емес, жұмыс сұрап қақпаған есігім қалмады. Біреулері осқырына қарады, біреулері сұқтана қарады. Бір мекеме бар, бастығы мені көргенде есінен танып қалды. Қызметке шақырып отыр. Бұл көкемнің де кесек кемшіліктері көрініп тұр. Бірақ маған берген уәдесінде тұрса, қор болмайтын сияқтымын. Не де болса, маңдайыма жазылғанын көрермін. Енді маған аянатын не қалды? Мен баяғы банғау студент емеспін. Өзіме керегін алып қалуға ақылым да, айлам да жетеді, деді Бану. Оның үстіне мына сымбаттылығымды қайда қоясыз? Мен оның аузынан шықпаған осы бір сөзді айтқызбай-ақ түсіндім. Әккі аңшыдан әбден қуғын көрген шуан қарсы алдымда көздерінен от ұшқындап тұрды. Мен оған тіктеп қарай алмадым. Өмірдің көптеген жойдасыз шыңғырғалаңын көріп шиыршылықтанып алған оның қандай құбыжық болса да қаймық бастан қарсы шығатынына шүбә келтіре алмадым. Қорқынышымды, денемдегі дірілді сездірмеуге тырыстым. Сатқын, сүмелек, оңбаған, деп Бану қалш-қалш етті. Үш бірдей қарғы сатқан қаралы теңеу қақ жүрекке дөп тиді. Кінәға белшеден бата отырып, өзіңді су таза, сүттен ақ сезіне алмайды екенсің. Қасқырдан қашқан көжектей дір-дір етіп көздерім шарасынан шыға жаздап отырған маған Бану шаншыла қарады. Кірпіктері жебедей көрінді. Сатқындар, шеттеріңнен сатқынсыңдар, айуандар.
қам сүт емген пенде шіркін қашанда өзін күнәдан пәк періште санайды. Пендешілігім басым түстау шамасы, үрейленіп отырсам да үмітімді үзбедім. Менше, сен де сатқынсың, барып тұрған 200-сің, сорлысың. Қалайша, қатыныңды, бала-шағаңды іс-сапарға кеттім деп алдап кетіп, осында ойран салып жатырсың. Сатқын емей, кімсің енді? Аузыма құм құйылып, тұншықтым да қалдым. Оның бойында әйелге тән нәзіктіктің, жылылықтың, сыпайылықтың, биязылықтың, ізеттіліктің, ілтипаттылықтың, жайдарлықтың жұрнағы да қалмапты. Жаңа ғана нұрлана түсіп, ұрлана қарап, сіз деп сызылып, сыпайланып отырған ол сұрлана, сыздана, түйіліп, сенге көшіпті. Бірақ сіз деп басына көтергендей менің басыма қандай игі қасиет қалды. Ол шындықты шыжырып бетіме басты. Рас, мен сатқынмын. Иә, мен сатқынмын. Нәжіске түсіп кеткендей өз денемнен өзім жиіркеніп алып келіп құсайын. Жуыну бөлмесінде жарты сағаттай өз-өзіме келе алмастан сең соққандай есеңгіреп тұрдым. Аға, қазір қоғамда аппағарлы адамды қолыңызға майшамалып іздесеңіз де таба алмайсыз. Бұған қоқысқа белшесінен батқан қоғам кінәлі. Сондықтан өзіңізді осыншалықты жазғыра бермеңіз, деді Бану жуыну бөлмесінен оралғанымда. Мен оның нәумес күй кешкен немқұрайлы жүзінен үңіле қарадым. Манағы тепсініп тұрған қыз көрінбейді. Орнында ойлы көздің әлде қандай тұңғиыққа қадап момақан жуас бойжеткен отыр. Диванға құлай кеттім. Әртүрлі бейнеге сәт сайын ауысып, мұңғы болып, жөңкіле көшетін құбылмалы бұлт сияқты өзгермелі өксік өмір туралы ойладым. Біреуге айдай алмас мал береді, біреуге шығар-шықпас жан береді деп бұрынғылар бекер айтпаған екен ғой. Дүние қызыл түлкі болып бұраңдап, бағы тайғандарға бақырдап бұйырмай тұр емес пе? Жігіттің бір қызығы сауықты өмір дегенмен, сол құрғырыңның өзі сатқындықпен туыс сайтанмен қойындас екен-ау. Керек кезінде жігіттің таныта алмағанның жазасы жер болып қорлану. Бұдан асқан қасірет жоқ. Малтып шыға алмас тұңғиық ойға батып кеттіңіз-ау ағасы. Енді одан оңайлықпен құтыла алмаймын. Солай секілді. Әне, еркектердің бәрі де сондай. Қандай? Олар сәл ғана қиындық көре қалса, қолға ұстамаған қырық буын секілді үгітіліп кетеді. Шеттерінен жасық, күйреуік, соларына қарамастан бастарынан құс ұшырмайды. Басастыққа бауыр басқан, ішмерез, іштеріне пышақ айналмайды. Қоян жүрек, сөйте тұра еркектің өз өрегенде өгіздей өлермен. Анау да сондай еді, қатыннан сұмдық қорқатын, талай рет түн ішінде іш киімін киюге үлгермей тайып тұрды. Тіпті ондайда хоштеуге шамасы келмейтін, су жүрек, опасыз оңбаған. Банудың боран бұрқасыны тағы да көтерілейін деген соң, енді оның ығын ала сөйлеуге көштім. Жаным, шай қойып жіберсем қайтеді? Ықтиярыңыз. 2-3 кесе шай ішкен соң Бану байсалды қалпына түсті. Артық кетсем кешіріңіз, менің де оңып тұрған қылығым жоқ. Ештең етпейді. Күйіп кеттім ғой, күйіп кеттім. Түсініп отырған шығарсыз. Иә. Мына қайыршы заманда сұраншыдан тіленші, соқырдан көрмес, сараңнан бермес туып жатыр. Қоғам ластанды. Лас жерде барлық былық иттей күшіктейді. Қазір сыйынғаныңнан сүйенгенің мықты болсын деген заман. Солай емес пе аға? Солай. Солай болса, енді менің не істеуім керек? Оның жөн жобасын тапқан сияқтысың ғой. Онда мен де сатқынмын. Иә, сатқынмын. Япырай, бүгін аузыңа сатқыннан басқа сөз түспеді ғой. Өйткені біз сатқын жәдігөй қоғамда өмір сүріп отырмыз. Мұндай ортада береке, бірлік, адалдық, имандылық болмайдаға. Кетеу кеткен кер заманда адамгершілік, тазалық, ибалық сияқты киелі ұғымдарға орын қалмады. Мұны бордай тозу дейді.
Адам ашынғанда шешем болып кетеді екен ғой. Қалай тауып сөйлейді. Кейде қауып та сөйлейді. Оның мысы мені басып бара жатқандай ма? Қалай өзі? Қарсы айтар уәжім қайда? Дәлелім қайда? 3 бірдей дипломын сандыққа салып тастап, бір танысымның ұлы базарда арба сүйреп жүр емес пе? Шетелде оқып келген, адамгершіліктің, имандылықтың, тазалықтың шыңына шықты деген бір шенеуліктің баласы былыққа белшесінен батты. Ұлттың қауіпсіздігін сақтайды деген дөй ұлттың сатқыны болып кетті. Қызметтің ұшар шыңына шыққан тағы біреу жемқорлықтың торына маталды. Сосындай масқараларды санап отырсаңыз, төбе шашыңыз өзінен өзі тітіркенеді. Бану астынан су шыққандай ұшып тұрды да тез киінді. Кетіп барамын. Хош болыңыз. Енді қашан кездесеміз? Ешқашанда. Бұл өзінің сотын аса ауыр қылмыс жасаған қылмыскерге шығарған қатаң үкіміндей жүректі шаншып, миды солқылдатып жіберді. Неге? Себебі сіз тиын санаған бейшарасыз, ал менің бейшара болғым келмейді. Сау болыңыз. Есік тарс етіп жабылды. Оның қатты жабылғаны соншалықты дүрсете қалған даусынан құлағым бітіп те қалды. Тостынан табыла кеткен тотым деп кетті. Бейшара еді-ау. Я, бейшара қоғамның ұлы бейшара болмай ма? Қайда барады бейшара болмай? Көңілге шұғылалы сәуле себілген Банудың бөлмеде елесімен ауада аңқыған қош иісі ғана қалды. Жанымның бүкіл терезелерін ашып, оған деген ыстықта ынтық сөзімді білдіріп, ыстық ықыласына бөленген көлдей көңілім адасқан күшіктей далбасалап үріп қалды. Көп ақ қой, көп күнәларым, сондықтан оны қалай ғана кінәлармын. Жалдамалы пәтерден қыр сүлдерім сүйретіліп шықты. Аспан түңіліп, зілмауыр қою қара бұлт жылан бауырланып жылжыпта келеді екен. Тұңғиықта терең иірім мені шыр айналдырып, шыңырауына тарта берді. Басым айналып көзім қарауытты. Жын пері жайлаған қара орманда жападан жалғыз келе жатқандай көңілім құлазды. Жаным жабырқады. Әлден соң төңіректі көзге түрткісіз қара түнек басты. Мен енді осы тылсым түнектен енді қайтып шығалармын деп қорықтым. Қара түнек шыңырауына шым-шым батып барады. Неге екенін білмедім. Оның құрсауынан құтылуға талпынудың орнына иірімдеріне орап әкететін әлдеқандай әлемге әкетіп қалса деп тіледім. Жарқ-жұрқ етіп найзағай ойнағанда барып селкете түстім. Өкпемді өксік қысып, жүрегімді өкініш өрті жаншып келеді екен. Бұл ненің өкініші? Таба алмадым.